Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгіннен бастап Барни кекстерін енді магазиннен, базардан сатып алмастан өздеріңіз жасауға болады. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Онда бастадық. Өте оңай, үйдегі бар қарапайым заттардан дайындалады. Алдымен бөлме температурасында тұрған 2 штук жұмыртқамызды миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде кішкене 2 есе ұлғаю керек. Енді қантымызды аз мөлшерден салып, оны жақсылап миксерлеп аламыз. Сіздерге толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. 2 есе ұлғайтырып жақсылап миксерлеп аламыз. Енді бетінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Сүтімізді құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Сүтіміз бізде бөлме температурасында болу керек. Електен шығарып, алдын ала дайындап алған ішіне разрыхлителімізді салып, алдын ала дайындап қоямыз. Оны салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ішінде комочка болып қалмасын, барлығы біркелкі болғанға дейін араластырып аласыздар миксермен. Енді осы дайын болған тестамызды 2 бірдей ыдысқа бірдей етіп бөліп аламыз. 2 түрлі түспен жасайтын боламыз. Біреуіне 1 ас қасық какао, біреуіне 1 ас қасық кукурузник крахмал немесе ұн салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Бізде аюдың бір түрін ванильный кекспен, біреуін шоколадный кекспен жасайтын боламыз. Жақсылап комочка болмайтындай етіп, осылай араластырып аласыздар қасықпен немесе венчиктің көмегімен. Енді бізде силиконовый форма. Бұл форманы кез келген кондитерский дүкендерден тапсаңыздар болады. 1,5 теңгеге бір алып қойсаңыздар, балдарыңызға күнделікті жасап беріп отырсаңыздар болады. Кішкене ішін щеткамен майлап аламыз, сұйық маймен, қатты жабысып қалмау үшін. Менде 6 штуктық түрі, бұл 12 штуктығы де бар. Кез келген форманы алсаңыздар болады. Енді жаңағы дайын болған тесталарымызды осындай кондитерский мешокқа салып алдым. Бізде бұл ішіндегі начинкасы вареный сгущенкамен. Қазір бізде ең сапалысын қолданғандарыңыз дұрыс. Кішкене микроволновкаға 1 минутта ерітіп аламыз. Енді шоколадный барниларымызға құлақтарын, аузын және де аяқ қолдарын осылай кішкене тестадан құйып шығамыз. Ажыралып тұру үшін. Бұл бізде шоколадный барни болады. Енді ақ түсті ванильный кексіміздің сұйық қамырынан үстіне құйып аламыз. Жақсылап жартыдей қылып құйып алыңыздар. Ішіне начинкасын саламыз. Бас жағына, төбе жағына, іш жағына. 2 жеріне салсаңыздар өте күшті керемет болып шығады. Bir жерде болғаннан 2 жеріне начинкасымен өте дәмді, тәтті болып шығады. Енді жаңағы начинка салған жерімізден кішкене тағы да сұйық қамырымыздан құйып жібереміз. 1-2 ұрып аламыз столға теп-тегіс болу үшін. Енді қалған қонжықтарды, аюларды осылай енді ақ түсімен істеп шығамыз. Жаңа шоколадный, бұл жерде енді ақ түсті, яғни ванильный қамырмен үстіне шоколадты тестамызды құйып аламыз. Жаңағы көрсетіп өткенімдей кезекпен осылай айналдырып істесеңіздер болады. 10-12 штук бізде барни кекстер шығады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қалғандарынан да тура осылай жасап алыңыздар. Көп зат қажет етпейді. Bir жасап бересіздер, балдарыңыз рахаттанып жеп алатын болады. Балдарыңызға ұнайтын сөзсіз. Өте керемет болып шығады. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, өте қатты жабыспайды. Кішкене майлап жібергендіктен қараңыздар қандай әдемі болып шыққан. Өте жұмсақ. Қазір ішін кесіп көрсетеміз сіздерге. Базардан, магазиндерден сатып алмай, өздеріңіз үй жағдайында пісіріп жеуге болады. Тек қана жаңағы силиконовый форманы кондитерский дүкеннен алсаңыздар болғаны. Осымен біздің тәтті барниларымыз дайын болды. Балдарыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Отбасыларыңызға, балдарыңызға ұнайтын сөзсіз. Өте оңай. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге кеңес беремін. Ішін қараңыздар, қандай жұмсақ, әдемі болып шыққан начинкасымен, вареный сгущенкамен өте керемет болып шығады.